Бүгін Мирас алғашқы рет дамыту орталығына барады 3 сағатқа. Уайымдап тұрмыз, өзіміз жылап жүрейін деп. Сендер садикке барып келдіңдер өзі? Сен бардың ба? Иә. Мен де Өзің барып келдің? Неге бармадың? Слишком умный. Сен бардың садик? Бармадым. Сен неге бармадың? Білмеймін, мама папаңыз разайды. Жоқ, былай тарихы жоқ па? Бармағансың, жылағансың немесе жыламай бармағансың, или просто бермегенбіз деген сияқты. Әңгіме айтпайсың. Просто бермеген. Мен ағам. Сен де просто бермеген. Біздің ауылда ешқайсы Біздің ауылда садик жоқ екен десең. енді болды, қанша көп болды. Қазірге барып, бірақ көп қой қазір. Да? Қазір бармасаң ұят десең. Иә. Реально садикке бармағансың ба? Слышишь? Мен де бармағам. Короче, мен садикке бармағам. Бармаған дегенде 3 күн ба барғам негізі. 3 күндей барғам, есімде, барғаным есімде, садиктің ішінде жүргенім есімде. Бірақ 3 күннен кейін үйге келіп, үйде шағымданып, короче, типа, каша бере береді, түс қайта ұйықтап тастайды, бармайым деп, бармай қойғаным бар екен. Сол сөйтіп айтады ата-анам. Сөйтіп 3 күндік садикке барған тәжірибем бар. Мирас менің ұлым қазір 2-ден енді асты. Үйде ішіп сатты. Оның үстіне қазір далада ойнайын десе суық, бір қоғамға үйрене берсін, балалардың арасында жүрсін деген оймен Меруерт екеуміз Мирасты үйдің қасындағы балаларды дамыту орталығына беруге шешім қабылдадық. Далада -30 болып тұр ғой. Аудион. Пока. Ой, пырмай, мынау біздің үйдің қасындағы Kidzania деген балалар даму орталығы 2 мен 3-тің арасындағы балаларға не үйретеді, білесің ма? Не үйретеміз дейді. Тыңдаңдар. Арасында түсінбейтін сөздер өте көп. Развитие мелкой моторики и сенсорного восприятия. Моторика деген білесің ма не екен? Логаритмика. Логопедическая гимнастика. Әлі түсініксіз бе? Сөйлеуді дамыту. Қоршаған орта. Математикамен танысу. Қолды жазуға дайындау. Ертегілерге саяхат. Арғай түсінікті, кішкене. Творческая мастерская. Яғни рисование, лепка, аппликации және басқа. Бұл түсінікті. English for kids. 2 жасар балаларға English for kids. Негізі Мирас мультик көреді ғой. Сол кезде ағылшын тілі мультигін көп көріп, A, B, C, D, E, F, G бүкіл алфавит жаттауға. Артқа да айтып бере алады, алға да айта алады. Әндетіп айтады еще. Now I know my A, B, C деп. 2 жасар. Қазақша әріптерді онша білмейді, ағылшыншаны біледі. Өкінішті. Өйткені қазақша мультиктер жоқ. Бірнеше ғана мультик бар. Жоқ, кәдімгідей. Және соңғысы baby yoga. Йога дегенді өзіміз білмейміз құрсын. Біз Мирас жылап, барғысы келмей ма деген бір қорқыныш болды ішімізде. Бірақ Мирастың алғашқы реакциясы жақсы болды. Кірген кезде бізге пока деп күліп, ойнап қалды. Мен ойымша ол бір тойға бардым деп ойлап қалды. Пока деп қойды ғой бізге. Меруерт екеуміз бұл жағдайға қуанып, екеуміз қуанғанымыздан барып бір кафеден бір шай ішіп алдық. Енді анау адамды бақытты қылғың келсе, бір нәрсесін алып қойып, сосын қайттан бер дейді да. Қайттан берген кезде қуанасың дейді. 2 жылдан бері алғашқы рет екеуміз қайттан қыз жігіттей барып шай ішкендей болып, кәдімгідей бір түрлі бір сезімде болдық негізі. Бірақ өте бір қызықты нәрсе болды. Сонымен 3 сағат өтті. 3 сағатымыз 3 күндей болды. Уайымдаумен болдық. Жылап жатыр ма екен, оны ұрып жатыр ма екен ол жерде деген уайыммен бардық. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деген нағыз осы болды. 1 сағаттан кейін барсақ, Мирас бізге қарап, папа, мама деп қойды.
Мирасик. Жылап тұрып істеп жатыр ма? Да. Потом, сосын, может, үйренеді. Атақатса болады, по-любому болады. Сосын, менің қасымнан шықпайды, құшақтап алғым деп қойшы. Аха жақсы. Қалай болды, Мирас? Жылады ма? Сен? Биби. Жүр Бибиге барамыз. Ұнады ма саған, Мирас? Ұнады ма? Жыладың ба кішкене? Биби. Не істедің сен мұнда? Жүр Биби барамыз. Сонымен тәрбиешісінің айтуы бойынша Мирас біраз жылады деді. Біраз деген сөзді негізі мен өзім онша түсінбедім. Біраз деген көп па, аз ба, енді біздің оңтүстікті еске алатын болсақ, біраз деген аз емес, аздан көп деу, бірақ көп те емес, көптен аздау. Ортасы яғни, келісесіңдер ме? Біраз деген не деген сөз? Көп емес те, аз да емес, орташа. Яғни күшті. Бірінші рет 2 жасар болып, біраз ғана жылағаны Мирастың ол жақсы деп ойлаймын, бірақ бұдан да маңыздысы жылап тұрса да беріп тұрған тапсырманы орындады деді. Нағыз еркек қой, нағыз жігіт қой, жылап тұрса да, бірақ намысына келіп тұрса да тапсырманы орындап тастау деген, бастаған істі аяғына дейін апару деген нағыз азаматқа тән бір қасиет деп ойлаймын. Жалпы солай, негізі әрине жанымыз ашыды, бермей-ақ қойсақ қалай болады, жылайды ғой, анау мынау деген секілді ойлар болды, бірақ өмір болғаннан кейін баланы қоғамдық өмірге дайындау керек. Осы кішкентай кезінен, енді біз андай ата-ана емеспіз, кішкентай кезінен ағылшын тілін, орыс тілін, қазақ тілін бәрін үйрене берсін, бүйте берсін, сөйте берсін, математикаға да барсын, футболға да барсын, хоккейге де барсын, мынаған да барсын деген бізге керек емес. Балалық шағы әдемі болып, далада күліп ойнап жүргені бізге маңыздырақ. Бірақ қаланың өзінің шарттары бар, қалада өскеннен кейін өзінің шарттары бар. Сосын қыс болғаннан кейін далада да көп ойнай алмайды. Оның үстіне осындай әдемі жағдай жасалынып тұрған жерге беруге біз де өзіміз шешім қабылдадық. Мен ойымша ол баланы қинаған дегенге жатпайды деп ойлаймын. Керісінше соның дамуына біздің бір үлесіміз деген оймен. Сонымен бүгінгі күн осылай өтті. Біз үшін өте қызықты. Менің ағамның, туған ағамның бір сөзі бар. Өзінің балаң туралы ешкімге айтпа, ол ешкімге қызық емес дейді. Біз енді баламыз туралы көп айта бергіміз келеді. Бірақ осыны мен бүгін влогқа қосқан себебім өйткені тарихта қалсын деп ойладым. Ертеңгі күні Мирас өскен кезде осы видеоны ашып, қалай бірінші рет үйден шығып 3 сағатқа өзінің үлкен өмірге кішкентай болсын қадам басқаны тарихта қалсыншы деген оймен осыны түсірдім. Сіздерге де қарағандарыңызға рахмет. Баршаңызды құшақтадық. Ертең Құдай қаласа осы влогта жолыққанша сау болыңыздар.